Сәлеметсіздер ме? Мен Астана қаласы нөмір 2 Дарын облысы мамандаған мектеп-лицей интернаттың 11-ші сынып оқушысы Жазденбекұлы Бекзатпын. Менің таңдап отқан номинация «Мен Қазақстан азаматымын», тақырыбым бірлік пен рухани жаңғыру жолында. Жобаның негізгі мақсаты азаматтық жүрекпен сезінетін биік парыз. Азаматтық өз елімен рухани саяси және құқықты байланысты сезіну, және бұл отан алдындағы жауапкершілікті тарихи құрметтеу және ел игілігі үшін адал еңбек ету. Адал азамат идеологиясы 3 басты тіректен тұрады. Жауапкершілік, өз ісіңді отбасы мен қоғамға жауапты болу. Отаншылдық, ел мүддесін және жеке мүддеңнен жоғары қоя білу. Әділеттілік, заң мен тәртіпті сақтау, ашықтық. Және осыған орай біздің мектепте қаңтар айында бірнеше іс-шаралар өткізілген болатын, біз бір айды сол заңға арнаған болатынбыз. Бірлік мемлекеттің шаңырағы. Қазақстанда біз бір тұтас шаңырақ деп алатын болсақ, онда оның беріктігі халықтың бірлігінде, заңның әділдігінде және мәдениеттің үйлесімділігіне тікелей байланысты. Қазақ жерінде тұрып жатқан әрбір ұлт бәріміз бір шаңырақтың астында тұрамыз. Руханият ұлттық мәдениет пен тарихи заңның көрінісі. Тіл ұлт жаны. Мемлекеттің тілдің мәртебесі арттыру арқылы азаматтардың топтасына қол жеткізу. Яғни біз осы шараға байланысты 5 қыркүйек күні 10 күндік тілдер аптасын өткізген болатынбыз, және де соған байланысты бірнеше іс-шара өткіздік. Тарихи жар. Ұлы дала елінің терең тарихын білу, бабалар мұрасы, адалдық таныту және сақтау. Бізде әр 90 сайын осы тарихқа байланысты бірнеше викториналар және де жасөспірімдер мен оқушыларды тарихқа баулуда орын алады. Мәдени код. Ұлттық музыка, қолөнер мен салт дәстүрді заманауи трендтермен үйлестіре дамыту ісі. Осы мәдени кодтың өзінде бізде бірнеше пункттер мектепте орын алған, яғни домбыра, қолөнер және салт дәстүрлерді біраз зерттейтін өзіміздің үйірмелеріміз бар. Әсіресе осы домбыра үйірмесіз біздің мектепте ешқандай іс-шара өтпейді. Діни төзім, конфессияаралық келісім, орнықтырып жалпыұлттық рухани құндылықтарды нығайту. Көптілікке бірлік. Қазақстанның әлеуметтік портреті этностық және діни сан алуандылығымен ерекшеленеді. Бұл бейбітшілік пен келісім моделінің негізгі болып табылады. 130 этностық құрам, әр ұлттың бірегей мәдениеті біздің Қазақстанда сақталған. 100 мәдени орталық, тілдер мен дәстүрлерді сақтау. Және 17 діни конфессия сенім бостандығы мен құрмет. 20 миллионнан астам халық саны. Өсіп келе жатқан жауапкершілікпен шектеседі. Азаматтық белсенділік мысалдары. Волонтерлер. Мыңдаған жастар өз еркімен мұқтаж жандарға көмек көрсетіп, патриотизмді сөзбен емес, іспен дәлелдеп келеді. Осыған орай біздің мектепте бірнеше қайырымдылық жобалар өткізіп келе жатыр. Нақтырақ айтсақ, біз қарттарға және жетімдерге және көпбалалы отбасыларға көмектескен болатынбыз. Төтенше бірлік. Су тасқыны кезінде халықтың жұдырықтай бірігіп, зардап шеккендерге көмек, кең ұмтылу бірлігімізбен азаматтықтың жауапкершілікпен ең жарқын үлгісі болды. Және әлемдік арена. Халықаралық жарыстарда біздің туымызды көк байрақты желбіретіп жүрген ғалымдар мен спортшыларды елімізді мақтан тұтамыз деп білеміз. Осы жобаны негізгілей қорытындылай келе мен айтар едім, ортақ құндылықтардың жарқын болашаққа жетелейтін даңғыл жолдар. Ол азаматтық сана жауапкершілік, жеке жауапкершілікті сезіну, ел болашағымен бірге құру. Бірлік пен келісім, даму кепілі, стратегиялық құндылықтар, ұлттық келісімді сақтау. Рухани және ұлттық негіз, тіл мен тарихты дәріптеу және дәстүрлікті ұлықтау. Адал еңбек, жаңа қадам, жаңа сапалы нәтижелер әр азаматтың кәсібилігі. Егер де біз осы пункттер мен осы жобаларды дұрыс сақтай білетін болсақ, онда біз өзімізді Қазақстан азаматымын деп айта аламын. Яғни қорытындылай келе, еліміздің болашағы біздің қолымызда. Білім ал, еңбек ет және отаныңды сүй. Назарларыңызға рахмет.